Баланың вундеркинд болуына не әсер етеді? Балалар кішкентай супер қахрамандар сияқты. Бірнеше айда жаңа тіл үйренеді, музыкалық аспапта ойнайды, шахматта шемішкедей шығады. Оның сыры нейропластикада. Нейропластика мидың құрылымы мен функцияларын өзгерту, жаңа жағдайға бейімделу қабілеті. Балалардың миы пластилин секілді, жаңа форманы оңай қабылдайды. Нейрондар арасында жаңа байланыс жасап, оны жылдам бекітеді. Бұл қалалар арасында жаңа көпірлер салумен тең. Жолдар көбейген сайын ақпарат еркін жүреді. Сондықтан балалар ересектерге қарағанда шахматты тезірек меңгереді. Алғашқы жылдары миында миллиондаған нейрондық байланыстар түзіледі. 3 жасқа келгенде бала миындағы синапстар саны ересек адамнан 2 есе көп. Бірақ бәрі сақтала бермейді. Өйткені мидың басты заңы қолданылғаны қалады, қолданылмағаны өшеді. Шахмат pattern recognition, яғни үлгілерді тану өнері. Бұл ғылыми түрде Chase and Simon зерттеулерінде дәлелденген. Шебер шахматшылар позицияны есте сақтамайды. Олар схеманы, конфигурацияны, үлгіні көреді. Тактикада, комбинацияда, позициялық ойлауда осы қабілетке сүйенеді. Шахматты ерте үйрену баланың когнитивтік дамуын, зейінін, есте сақтау қабілетін күшейтеді. Кім білет, бүгін тақтаға король мен ферзді қойып отырған кішкентай ойыншы ертең әлем чемпионы болуы әбден мүмкін.